Мақтаарал өңірінің мақта шаруашылығы тарихындағы маңызды кезеңдердің бірі енді кітап бетінде жаңғырды. Кеңшардың алғашқы директоры Александр Орловтың осыдан бір ғасыр бұрын Америка Құрама Штаттарына жасаған іс-сапары барысында жазып қалдырған күнделігі бүгінгі ұрпаққа құнды мұра ретінде ұсынылды. Мақтаарал ауданының мақта шаруашылығы музейі мамандары сирек-теректі толық зерттеп, оны орыс және қазақ тілдерінде кітап етіп жарыққа шығарды. Күнделікте сол кезеңдегі егіншілік тәсілдері, мақта өсіру технологиялары мен шетелдік тәжірибе жан-жақты сипатталған. Бұл сонау 100 жыл бұрын Америкаға арнайы мақта саласын зерттеу үшін, оның жаңа технологиясын үйрену үшін осы Мақтаарал совхозының алғашқы директоры болған Александр Семенович Орловтың іс-сапарының күнделігінен қазақша және орысшаға аударылған кітабымыз жарық көріп отыр. Кітаптың аты «Америкаға саяхат» 1929-1930 жылдары аралығында. Бұл кітаптағы ғылыми зерттеуімізде мақта шаруашылығын біздің өңірлерімізде қалай дамымаған туралы, оның Америкадан қандай үлгілерін алып келген туралы, қандай шит мақталарын алып келген туралы, мақтан шиттерін алып келген туралы, технологияны алып келген туралы мәліметтер бәріндегі көрсетілген. Кітаптың тұсаукесер рәсімі салтанатты түрде өтті. Шараға келген тұрғындарды, ардагерлер мен қонақтар қатысып, тарихи еңбектің жарық көруіне куә болды. Бұл жерде күнделікті, бұл кісі күнделікті қай штатқа барғанын, және ол штатта қай фермаларға кіргенін, ол жердегі мақта шаруашылықтан бөлек жоңышқа, жүгері салаларының қандай дәрежеде егістік алқаптарына егілетін туралы, және де бәнде фермалардың ол жерде бәнде жұмыс істеп тұрғаны. Себебі бұл кісінің бұл зерттеуінде айтуына қарағанда, мақтаның нарқы сол уақыттарда өте құбылмалы болған. Сол құбылмалы мақтаның бағасын себептен бұл кісілер басқа да шаруашылықтарға көбірек мән берілген. Жүгері саласына, жоңышқа егістік мал шаруашылығына да, құс шаруашылығына да көбірек мән берген туралы осы күнделігінде айтылып өткен. Жаңа басылым Мақтаарал тарихына қызығушылық танытқан оқырмандар үшін құнды дереккөз болмақ. Ал музей қызметкерлері мұндай еңбектер алдағы уақытта да жалғасын табатынын айтады. Аллаберген Құлшы, Александр Кан, ақпарат Мақтаарал ауданынан.